класстастарым осылай қатысып жатыр, ал мені сөйлей алмай жатырмын қазір. Мені қатыстырған жоқ. Неге қатыстырған жоқ? Потому что мен хиджабтамын. Хиджабтан шықпайсың деп тұрып алды. Мен қатыса алмадым. Енді мен только соңында шығамын. Только соңында сүркеп жеткен кезде ғана шығамын. Ал былай қазір мына интернет желісінде бір орамалдағы қарындасымыз ОБОТ-дан 140 балл жинаған екен. Оған пәтер сыйлап жатыр екен. Естіп, қатты қуанып жатырмыз. Алла екі дүние үшін сол пәтерін хайырлы етсін. Алла тағала білімін арттырсын, пайдалы білім берсін. Осы жерде енді бір айта кететін нәрсе, кейбір орамал таққанша білім алмай ма дейтін кейбір адамдарға айтар едім. Естеріңізді енді осыдан кейін жинасаңыздар болатын шығар. Орамал адамның білім алуына ешқандай кедергісі жоқ екен ғой. Орамал таққандар есуас болып қалады деген санаңыздағы ойды шығарып тастаңыздаршы, мына орамалдың дұшпандары. Адамның білім алуы үшін жалаңбас болуы шарт емес, оның орамалда болуы шарт емес. Ол ұстазына байланысты, адамның өзінің қабілетіне байланысты. Сол көрінген нәрсеге орамалды кінәлап, осы орамалға тиісетіндерге осы қыздың оқиғасы үлкен өнеге болады деп ойлаймын. Енді адамдар ойланып сөйлейтін жар енді. Осыдан кейін ше.